Сәлем достар, бүгін мен сіздерге үй жағдайында оңай жасалатын медовый тортты ұсынамын. Бізге ең алдымен қажетті заттар 4 жұмыртқа, қантты қосып жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін оның үстіне медті қосамыз. Жақсылап араластырып болған соң 2 шай қасық ас содасын қосамыз. Енді ұнымызды қосып, жұмсақ тесті жасап аламыз. Бөліп алдым, яғни осындай жұмсақ тесті шығуы керек. Енді табамыздың асты жабысып қалмасы үшін табамызға ұн сеуіп алдым. Егер сізде пергаментный қағаз болса, соны да қолдануға болады. Енді креміне қаймақ пен сгущенканы араластырып жасадым. Піскен қоржардың шетін кесіп алып, арнайы шеңбер формасын беріп дайындап алдым. Дайын болған тортымызды 3-4 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Жұмсақ және